Ал енді бала ананың ішінде, яғни жатырда дамып келе жатқанда, ол бала туғаннан кейін балада эпилепсия бола ма жоқ па, оны анықтау мүмкін бе? Оны анықтау мүмкін емес. Қатты әші тамақтарды жеуге болмайды. Острый деп айтамыз ғой. Вот сосын тәттіні көп жеуге болмайды. Науқас шалқасынан қалып жатып қалмау керек. Ол өзінің тұншығып қалуы мүмкін. Мынандай жұмсақ мата болсын, жұмсақ заттарды аузына кішкене тісінің арасына қысып қоюға болады. Өзінің тісін өзі қысып сындырып жібермес үшін судорогпен құлаған науқас ары кеткенде 2-5 минутта есін жинау керек. Науқастар бір келеді дағыны, судорога болмаса дәрігерге бармай қояды. Келесі судорога болғанша күтеді соны. 1 жыл, 2 жылдан кейін судорога қайталанса, сол кезде бірақ келіп атады. Есіне түсіп. Иә. Амансыздар ма, қымбатты денсаулық каналының көрермендері, бүгін кезекті сұхбатты бастаймыз. Бүгін қонақта балалар неврологы, жоғары санатты балалар неврологы Гаухар Сұлтанханқызы келіп отыр. Сұхбат беруге дайын. Қош келдіңіз, Гаухар Сұлтанханқызы. Ал бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, талма, яғни эпилепсия деген қандай ауру, ол неден пайда болады, ем жолдары қандай деген сұрақтарға жауап береміз. Ал түсірілім алаңын ұсынған әдеттегідей Аланды медициналық клиникалық орталығына алғыс білдіреміз. Гаухар Сұлтанханқызы, эпилепсия статистикаға келетін болсақ, көбейіп жатыр ма, елімізде азайып жатыр ма, ол неден пайда болады, неге балалар ұстап талып қалып жатады? Эпилепсия деген енді бұл қазақша жалпы тілмен айтқанда біз қояншық ауру деп аталып келатыр ғой. Енді бұл эпилепсия бұл бұрыннан кездесетін, бұрыннан өзі орын неврологияда, медицинада өзінің орнын алған бір науқас, бір аурудың түрі. Бұрыннан бар. Бұрыннан бар. Өйткені енді неврологияның ішінде эпилептолог деген, эпилептология деген бір отдельный наука бар ғой. Сондықтан бұл өзі өте аурудың ішіндегі мынау несіне тоқтала кететін болсақ, бұл ауру қандай ауру? Бұл ми қыртысының серовещества деп айтамыз ғой, ми қыртысының ішіндегі сұйықтықтар, иә? Жоқ, сұйық емес. Серовещества, то есть это ми қыртысының созылмалы ауруы. Созылмалы ауру. Мидың қыртысы өзі ақ және сұр болып бөлінеді ғой. Вот, сол мидың сұр қыртысының созылмалы ауру болып аталады. Қазақша жалпы тілмен айтылғанда. Бұл созылмалы ауру. Сондықтан бұның түрлері де өте көп болады. Бұның жеңіл түрлері болады, өте ауыр түрлері болады. Бұның туа пайда болған түрі болады, жүре келген пайда түрі болады. Кейбір бұның бөліміне байланысты біз айтамыз симптоматикалық түрі деп айтамыз. Симптоматикалық түрі деген бұл бір аурудың, основной бір аурудың көлемінде пайда болған түрі. Енді мынау киста, болмаса опухоль, или жаңағы менингитпен ауырып атады көп жағдайда, содан пайда болған түрін симптоматикалық түрі деп айтамыз. Структурный эпилепсия деп айтамыз. Бұл мидың қыртысының бір туа пайда болған бір ақауларынан болған. Қазір ол да өте көп бүгінгі таңда. Енді мүмкін бұрында ол болған шығар, мүмкін диагностикалық, бұрын біздің медицинада диагностикалық аппараттардың кемдеу, аздау болғаннан мүмкін уақытысында дер кезінде диагноз қойылмаған шығар деп те болжалауға болады. Қазіргі таңда мынау мидың қыртысындағы туа пайда болған ақауларды біз толық анықтап, не себептерден судорогтың пайда болып жатқанын толық біле аламыз. Ал енді бала ананың ішінде, яғни жатырда дамып келе жатқанда, ол бала туғаннан кейін балада эпилепсия бола ма жоқ па, оны анықтау мүмкін бе? Оны анықтау мүмкін емес. Оны анықтау мүмкін емес. Ол өйткені егер бұл туа пайда болған эпилепсияның түрлері де туғаннан кейін өмірінің бірінші айларында пайда болуы мүмкін. Бірден, иә? Бірден сол кездерде пайда болуы мүмкін. Өте ауыр түрі.
өте ауыр түрлері туғаннан кейінгі 3 күннен бастап 1 айға дейінгі уақытта да пайда болуы мүмкін. 1 жасқа дейінгі уақытта да пайда болуы мүмкін. Қандай белгілер болады сонда? Дене, аяқ қолдар дірілдей ме? Оның түрлері, белгілері өте көп. Көп жағдайда ата-аналар байқамай өздері дұрыс назар аудармайды. Оның өткені кішкентай жаңа туған нәрестелерде барлығында бірдей қалтырап дірілдеп есінен танып көз айналып атпайды ғой. Оның түрлері өте көп. Бала бір точкаға қарап та қалуы мүмкін. Болмаса небір аралиментарный дейміз, түрлері ауыздары өзгеруі мүмкін. Болмаса кейде звук шығарып атады. Оның түрлері өте көп. Сондықтан жаңа ата-аналарға айта кететін болсақ, туғаннан кейін егерде баланың бойында бір өзгерістер байқап атса, онда міндетті түрде балалар дәрігеріне, балалар неврологына апарып көрсету керек. Балалар неврологтары ары қарата өзі дифференциация жасап, керек болса эпилептологтарға жіберіп атады. Кейбір жағдайда врожденный түр деп айтамыз, туа пайда болған түрлерінің барлығы бірдей бірінші жылында пайда бола бермейді. Өсе келе біз оны возраст зависимый деп айтамыз. Ол жасына байланысты. Бір определенный бір жасқа келгенде пайда болып атады. 7 жасында, болмаса 9 жасында, болмаса 14-15 жасында. Оларды да біз енді туа біткен түрі деп айтамыз эпилепсияның. Гаухар Сұлтанханқызы, эпилепсиямен ауыратын науқастар, балалар, ересектер жалпы өмір бойы есепте тұрады ма? Міндетті түрде есепте тұру керек. Бірақ көп жағдайда енді әр отбасы өзі шешеді ғой. Кейбір отбасылары білгендерін басқа ортаның білгенін қаламайды. Көп жағдайда алып тастауын сұрайды. Алып тастауын сұрамайды, олар ешкімге білдіргілері келмейді. Ешкімге жасырғылары келеді, ешкімге барып поликлиникадағы жалпы диспансерлік учетқа тұрғылары келмейді. Өз беттерінше жаңағы қазір енді бізде частный центрлар, клиникалар өте көп қой. Сол клиникалардағы дәрігерлерге барып, емін уақытысында емін алып, уақытысында жаңағы обследованияларын өткізіп, бақылауда жүреді. Но бірақ барып учетқа тұрып, көп статистика, осындай учетқа тұрмаған науқастардың көп барып тұрмағаннан кейін статистика бізде дұрыс болмайды ғой. Статистика үнемі бізде төмен, өйткені бізде науқастар уақытылы дәрігерге бармайды, тіркелмейді. Енді ем қабылдайды дедіңіз. Ем түрі қандай? Жалпы эпилепсия жазыла ма? Операция жасап, мүлде айығып кету мүмкіндігі бар ма медицинада? Бүгінгі таңда операция жасау біздің Қазақстанда, бүкіл әлемде ол мүмкіншілік, жоғары мүмкіншілік дейміз біз қазір. Бүгінгі таңда егер бірақ эпилепсиямен ауыратын науқастың бәріне бірдей операция жасала бермейді. Оның ішінде 10 науқас болса, эпилепсиямен ауыратын, соның біреуіне болмаса, екеуіне ғана операция жасауға болады деген статистика бойынша солай. Неге? Өйткені операция жасау үшін ол определенный бір очагты алып тастау керек қой операция уақытысында. Ал көп жағдайда генерализованный түрі болады эпилепсияның. Эпилепсияның жаңа түрі өте көп деп айтып кеттім ғой. Егер фокальный түрі болса, структурный бір өзгеріс бар, жаңағы туа біткен ақаудың болуынан, болмаса жүрегінде пайда болған очагтар, посттравматический, постгипоксический деп айтамыз да. Сондай очагтар болатын болса, оларды біз толық локализациясын белгілеп, оны егер жаңағы біз айтамыз ғой, тұрған жерін анықтаса, тұрған жерін анықтап, мида функционально значимый зона деп айтамыз да, мидың өте күрделі зоналары болады. Тиісуге болмайтын, сөйлеу зонасы, қимылдау зонасы, қол аяқтың қимылдау зонасы, сол зоналарда болмаса, оны кесіп, операция жасап, алып тастап, науқасқа жазылып кетуіне мүмкіншілік беруге болады. Но бірақ барлық эпилепсиямен ауыратын науқастардың бәріне бірдей операция жасала бермейді. Жаңағы тағы бір сұрағыңыз, эпилепсиядан толық ауырып кетуге бола ма дейсіз да, жазылып кетуге. Толық жазылып кетуге болады деген ол дұрыс емес.
бірақ ұзақ Ауруды ремиссияға тоқтатуға кіруге болады, болады. Ұзақ ремиссияға. То есть 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл мына судорогтың тоқтап, ремиссияға, науқастың ремиссияға кіруіне мүмкіншілік жасауға болады. Демек, сіздің үйде немесе жақындарыңызда осындай эпилепсия, талма, ұстама, қояншық деп жатамыз, болып 4-5 жылға басылып, 15 жыл, 10 жыл болмаса, ол түбегейлі жазылды деген сөз емес. Жай уақытша басылды деген сөз. Да, уақытша басылып тұр. Ол өте жақсы, ол деген сөз. Ондай ремиссияға жету, ол өте жақсы. Ол науқас өзінің бойында сондай ауру болғандығын білгеннен кейін ол өзін өзі күту керек. Ол міндетті түрде жаңағы ұйқысын, күнделікті режим дня, режим сна деп айтамыз. Соны міндетті түрде сақтау керек. Дәрісін уақытылы ішу керек. Көп жағдайда мынау спиртной деп айтамыз. Ішімдіктер ішуге болмайды, темекі шегуге болмайды. Сосын тамақтың түрлерінде, барлық тамақтың да түрін жеу беруге болмайды. Оның ішінде де жаңағы біз науқастарға міндетті түрде айтамыз, қандай тамақ жеуге болады. Қандай жеуге болмайды? Например, қатты әші тамақтарды жеуге болмайды. Острый деп айтамыз ғой. Сосын тәттіні көп жеуге болмайды. Ондай науқастарға біз көп жағдайда углеводты кішкене доғарыңыз, углеводты азайтыңыз деп кеңес береміз. Көбінде жаңағы белковый питание. Кәдімгі диета бар, дұрыс тамақтан. Диета емес, дұрыс тамақтану керек. Он диета деп айтуға да болмайды, бірақ дұрыс тамақтану керек. Ол науқас, тем более эпилепсиямен ауыратын науқас, ол вообще неврологиямен ауыратын науқастардың барлығында дұрыс тамақтану керек. Енді сау адам дұрыс тамақтанбаса, дұрыс тамақтанбаған адамнан жағдайда сол адамдардан басталады ғой енді. Сырқаттың неше түрі. Ал түсінікті. Енді туа пайда болған эпилепсия бала 1 жасқа дейін байқалған жоқ, талма ұстаған жоқ. 4-5 жасында, мүмкін 3 жасында, жалпы бірінші рет ұстаған кезде ата-аналарда көшеде кетіп жатқан адам талып қалса абдырап қаламыз. Алғашқы көмекті қалай көрсетеміз? Не істеуге болады? Егер науқас бөлменің ішінде болған жағдайда, ондай жағдайда бөлмеге терезені ашу керек, есікті ашу керек, таза ауаның, доступ свежего воздуха деп айтамыз ғой, таза ауаның сол бөлмеге келуін қамтамасыз ету керек. Миға кислород керек, иә? Сосын науқасты бір жанына жатқызу керек. Қай жағына? Оң, сол? Без разницы. Оң жағына да, сол жағына да жатқызуға болады. Қырымен, иә? Иә, қырымен жатқызу керек. Өйткені шалқасына жататын болса, ол өзінің түкірігіне болмаса, өзінің жаңағы ол жағдайда енді судорог болған кезде спазм болады ғой. Тырысу, иә? Тырысу. Мына сырттағы бұлшық еттердің тырысуы сияқты, ішкі мына пищевод деп айтамыз, өңеш, іштегі бұлшық еттердің бәрінің де тартылуы болады, спазм болады. Сол уақытта чрезмерное выделение слюны деп айтамыз. Сілекейінің көп бөлінуі, бір жақын арада тамақ жеп алған болатын болса, асқазандағы тамақтың шығуына дейін болады. То есть құсу болуы мүмкін. Сондықтан науқас шалқасынан қалып жатып қалмау керек. Ол өзінің тұншығып қалуы мүмкін. Өзінің жаңағы тыныс жолдарынан, аузынан бөлінген сұйықтыққа тұншығып қалмау керек. Сондықтан бір қырына жатқызу керек. Кейбір жағдайда науқастың аузынан көпік шығып жатады. Бұл қандай кезде болады? Бұл егер жаңағы судорог генерализованный түрі деп айтамыз да, толық барлық тонико-клонический компонентпенен бүкіл денесінің тырысуменен болған жағдайда, ұзақ тырысумен болған жағдайда, жаңа айтып кеттім ғой, бүкіл бұлшық еттер құрысып тырысады ғой, сол сияқты іштегі өңеш, асқазан, барлық іштегі органдардың барлығы бізде тоже бұлшық еттен тұрады ғой. Сол органдардың қысылу жағдайында ол құсады. Өйткені кіші дәретке де жіберу мүмкін. Кіші дәретке де, өйткені мочевой пузырь тоже мышечный орган да, ол да қысылады. Сол уақытта кіші дәреті шығып кетеді.
вот, расслабление. То есть бірінші Тырысады? тонический, да, тырысады, сосын Жібереді клонический да уже жаңағы тырысқан бұлшықеттер барлығы жібере бастайды ғой. Вот сол кезде болған сұйықтықтардың бәрі шығып кетеді іштегі болған. Гаухар Сұлтанханқызы көп жағдайда талып қалған науқасқа, адамға аузына қасық салыңдар, саусақпен тілін ұстап тұрыңдар деп айтып жатады. Немесе су беріңдер дейді. Бұның қайсысы дұрыс, қайсысы дұрыс емес? Бұның ешқайсысы дұрыс емес. Болмайды. Аузына саусақ салудың керегі жоқ. Қасық салудың керегі жоқ. Оның науқастың тісін бәрін сындырып жібересіздер ғой. Сондықтан бір қырына жатқызу керек. Бір қырына жатса, кішкене су беруге болмайды. Су беруге болмайды. Шашалады. Ол қалай өзі спазм болып жатса, жаңа өң ішінде де барлық жерде спазм болып жатса, ол қалай жұтады суды? Су беруге болмайды. Тек бір жағына жатқызу керек. Егер мынандай жұмсақ мата болсын, жұмсақ заттарды аузына кішкене тісінің арасына қысып қоюға болады. Өзінің тісін өзі қысып сындырып жібермес үшін мынандай жұмсақ заттарды, қол сүрткі или полотенце сияқты, болмаса орамал, вот сондай жұмсақ заттарды тісінің ортасына қыстырып қоюға үлгерсе, егерде қыстырып қоюға болады. А так оны ашып, зорлап, күшпенен ашып салудың керегі жоқ. Гаухар Сұлтанханқызы, енді талып қалды науқас. Ешқандай дәрі-дәрмек бермейміз, тек қана күтеміз, біздің барлық жасай алатын мүмкіндігіміз. Судорогпен құлаған науқас ары кеткенде 2-5 минутта есін жинау керек. Судорога қалпына тоқтап, егер осы 5 минуттан ұзақ болып жатса, міндетті түрде жедел жәрдем шақыру керек. Өйткені одан асып 20-30-40 минутқа созылып жатса, ол науқас эпистатус деп айтамыз біз, статусқа түсіп кетеді. Ал статусқа түсіп кетсе, ол комаға түсіп кетеді. Есінен айырылып қалады. Әрине. Ол миға, ол науқастың миына өте зиян. Сондықтан ондай жағдайда міндетті түрде жедел жәрдем шақырып, науқасты ауруханаға жеткізген дұрыс болады. Өйткені ауруханада ары қарата емін жүргізеді. Өйткені ондай ұзақ судорога болған кезде мидың өзінің қабынуы болады. Қабыну деген сөз отек мозга деп айтамыз. Ісінуі, түсінікті. Ал енді эпилепсиямен туа бітті пайда болатын эпилепсия түрлері бар дедіңіз. Адам өмір бақи дәрін уақытында ішіп, емделіп, өз-өзін күтуі қажет. Енді баланың барлығы өсиет, есейет. Жалпы болашақта олар ата-ана бола ала ма, бала сүйе ала ма? Эпилепсиясы бар ата-ана, біреу анасы немесе әкесінде эпилепсия болса, баласына беріледі ме? Тұқым қуалайды ма? Енді бірінші сұрағыңызда, жаңа сұрап жатсыз, босануға бола ма, балалы болуға бола ма деп. Енді біз Құдай емеспіз, біз ешкімге запрет жасай алмаймыз, сен бала жасауыңа болмайды деп. Но көп жағдайда олар дәрігерлер тыңдамайды, өздері ата-ана болып жатады. Олар да енді адам ғой, олар да емейді. Бала сүйгісі келеді. Но бірақ айта кететін жағдай, жаңа айттым ғой мен, бұл эпилепсияның ауыр түрі болады, жеңіл түрлері болады, тұқым қуалайтын түрлері болады, генерализованный судорога жиі болмайтын түрлері болады. Айына 1 рет, болмаса жылында 1 рет, 2 рет болатын түрлері болады. Ондай жағдайда біз ата-ана болуға олар болады. Олар жүкті болып, оны 9 ай көтеріп, дүниеге әкелуге болады. Бірақ ол жағдайда біз ондай науқастарға өте көңіл бөлеміз. И ондай науқастарға өте мені токсичный деп айтамыз ғой, дәрілердің де өзінің түрлері болады. Улы емес, улы емес. Жүктілік кезінде, баланы емізетін кезде ішетін дәрілерді тағайындаймыз. Сосын әр 3 ай сайын басын түсіріп, ол байқап отырамыз. Ал ауыр түрлері болатын болса, эпилепсияның кейбір ауыр түрлерінде науқастар 2-3-4 дәріге шейін қабылдайтын түрі болады. Политерапия күніне 3 түрлі дәріден, 4 түрлі дәріден қабылдайтын болады. Ал біздің бұл эпилепсияда ішетін дәрілердің барлығы өте ауыр ғой. Ондай науқастарға біз енді айтамыз, ескертеміз, что мынау ішіп жатқан дәрілеріңіз іште жатқан балаға қатты әсер етеді, улы әсер етеді, іштегі жатқан бала
ақаумен туылуы өте Мүмкін. мүмкін деп оны ескертіп біз айтамыз. Көбінде ондай науқастар енді өздері де шаршайды ғой, соншалықты судорогтан олардың тырысулары күнде болып атады, болмаса аптасына 2-3 рет болып атады. Ондай науқастар өздері де былай бел болмайды, жүкті болып. Тәуекелге бел болмайды. Демек, эпилепсиямен ауыратын науқастар үзбей уақытылы дәріні ішіп отыру керек. Талма, ұстамаса да, құламаса да ішіп тұру керек, иә? Міндетті түрде бір белгіленген уақытта ішіп отыру керек. Әр 12 сағат сайын. Таңертең 8-де ерте, кеш емес, иә? Таңертең 8-де ішсе, кешкі 8-де, 9-да ішсе, кешкі 9-да. Әр 12 сағат сайын біз айтамыз жаңағы өзінің емдік действиесі болу үшін лечебный, ол препарат қанның құрамында азайып болмаса жоғалып кетпеу керек. Сондықтан 12 сағатқа есептелінген дәрі ғой, действие пролонгация. Сол 12 сағатқа жеткенде ол уже дәрінің концентрациясы қанның құрамында төмендей бастайды. Сосын ұстау мүмкін. Иә, лечебный действиесі үзіліп қалуы мүмкін. Сондықтан сол концентрациясы төмендеген уақытта екінші дәрі, екінші доза қосылу керек, қанға түсу керек қанның құрамына. Сонда ғана ол науқас өзінің лечебный действиесін, өзінің емді дұрыс жүріп жатыр деп түсінуге болады. Гаухар Сұлтанханқызы, енді қазір көптеген ата-аналар балалары науқас болса, әлеуметтік желіге салады. Осындай эпилепсиямен ауыратын балаларды шетелде 100% толыққанды емдеуге мүмкіндік бар дегенде алға тартатын ата-аналар бар. Жалпы біздің елімізден бөлек басқа елде эпилепсияны емдеу мүлде біздің елімізде жоқ, әдісі бар ма, жоқ па? Бүгінгі таңда бүкіл шетелде жасалатын отаулардың барлығы, операцияның бәрі біздің Қазақстанда жасалады. Ұлттық нейрохирургия орталығында жасалынады, иә. Өйткені тегін жасалады ма? Балаларға? Тегін жасалынады. Өйткені біз обмен опытом деп шетелдің клиникаларына бізде барамыз. Олар да бізге келеді. Бізге келіп, бізде отау жасап, бізге көп нелерін, мастер-класстарын өткізеді. Бізде оларға барамыз, олардың қалай жасайтындарын көреміз. Олардан бізде өзімізге үйренеміз, өзімізге осында алып келіп енгіземіз. Қанша шет елдерге барып клиникаларында сондай диагнозбен, практика өттік, стажировка өттік шетелдің клиникаларында, сол тек эпилепсиямен айналысады деген клиникаларында. Сондағы жасалатын отаулардың барлығы бізде жасалады. Бізде жасалмайды, тек шетелде жасалады деген бүгінгі таңда отау жоқ деп ойлаймын. Демек, біздің елімізде мүмкіндік бар емделуге, ота жасауға. Гаухар Сұлтанханқызы, эпилепсиясы бар, балаларды бағып отырған ата-аналар бар. Өзінің бойында эпилепсиясы бар үлкен ер азаматтар бар, өсіп келе жатқан жас буындар бар. Ең маңызды күтім және ең маңызды шаралар қандай? Нені назардан тыс қалдырмауымыз керек? Енді бұл эпилепсиямен ауыратын науқастарға беретін кеңестер деп отырсыз ғой сіз. Бұл кеңестер бірінші, жаңағы мен айтып кеткен режимді сақтау керек. Дәрі ішу режимі? Режим, ұйқының режимі, күнделікті режим, дұрыс тамақтану, дәрісін уақытысында ішу, сосын уақытысында дәрігерге барып, басын тексертіп тұру керек. Біз не үшін науқастарға 3 айдан кейін келіңіз, болмаса 6 айдан кейін келіңіз деп басыңызды сол уақытта түсіріңіз. Электроэнцефалография 3 айдан кейін жасады, болмаса 5 айдан кейін жасады деп айтамыз. Өйткені біз сол электроэнцефалографияға қарап науқастың жағдайын, емін жүргізіп отырамыз. Егер науқаста клиникасында судорога болмаған жағдайда электроэнцефалографияда өте нашар болатын болса, біз дәріге коррекция жасаймыз. Дозасын көтереміз, болмаса басқа дәрі қосуымыз да мүмкін. Соған көп көңіл бөлу керек. Көп жағдайда науқастар бір келеді дағыны, судорога болмаса дәрігерге бармай қояды.
келесі судорога болғанша күтеді соны. 1 жыл 2 жылдан кейін судорога қайталанса, сол кезде бірақ келіп атады. Есіне түсіп. Иә, сонда айтамыз науқастарға, сіз неге келмедіңіз? Біз сізге айттық қой, 6 айдан кейін келіңіз, басыңызды түсіріңіз. Неге сол кезде келмедіңіз? Көру керек еді ғой деп. Сонда мен дұрыс көңіл бөлмедім, соған мән бермедім деп өздері айтып отырады. Сол дұрыс емес. Дәрігерлердің мүмкіндігі жоқ, иә, қай науқас қай уақытта келу керек екенін қадағалап хабарласып отыратын ондай енді мүмкіндік жоқ. әр науқастар көп, ол әр науқасқа біз оны звондап шақырып отырмаймыз ғой. Сондықтан ол әрбір науқас бізге келгенде жалғыз келмейді. Жалғыз келмеу керек. Өйткені ол науқас өзінің тырысуы, судорога қалай болатынын бізге айтып бере алмайды. Міндетті түрде оның қасында бала болса әке шешесі болу керек, ал үлкен адам болатын болса қасында ағасы, інісі, болмаса жолдасы бірге келеді. Өзі түсінбеген жағдайда біз қағазға жазып береміз. Сол қасындағы адамдарға айтып жібереміз. Сондықтан енді ол мен оны дұрыс деп ойламаймын. Біз әр науқасты артынан іздеп, звондап шақырып отыру. Сондықтан жауапкершілік дәрігерге артпаймыз. Менде бәрі жақсы, ұстама болып жатқан жоқ, талып жатқан жоқ, жазылған шығарым деген ой сізде болуы мүмкін. Өйткені кез келген адам жазылып кетем деп үміттенеді, бірақ оның соңы басқа күрделі жағдайға әкелуі мүмкін. Жаңағы тағы бір айтып кететін жағдай, науқастар өздері дәрілерін судорога 1 жыл 2 жыл болмаса тоқтатып қойып атады. Ол да дұрыс емес. Ол міндетті түрде дәрігердің жаңағы электроэнцефалографияны жасап отырып, дәрігердің нұсқауыменен ғана төмендетіп оны көруге болады. Өз беттерінше алып тастап ішпей қоюға болмайды. Түсінікті. Рахмет, Гаухар Сұлтанханқызы. Сұхбаттан ұққаным, эпилепсия түбегейлі 100% жазылмайды, тек оны ремиссияға, яғни ауруды уақытша басып қоюға болады, тоқтатуға болады. Сондықтан дәріні уақытында ішеміз, дәрігерге уақытында қараламыз. Ал эпилепсияның белгілерін жаңа туған нәрестеден байқасаңыз, міндетті түрде дабылға дәрігерге барамыз. Бүгінше осы. Біздің каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Тағы да еліміздегі мықты дәрігерлермен сұхбат болады бұл арнада. Үзбей көріңіз. Ал Аланды медициналық орталығына бүгінгі түсірілім алаңын ұсынған үшін алғыс айтамыз. Кездескенше.